Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Міне 2-90 басталды. Бүгін 2-90-ның бірінші сабағы. Яғни бүгінгі сабағымыздың ортақ тақырыбы балалар уақыт. Осы тақырып ары қарай жалғасын табады. Бүгінгі бөлімше түбір сөз және туынды сөз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты хронологиялық даталардың көмегімен өмірбаянды жазып үйренесің. Және сөздерді сөз құрамына талдайсың, берілген жұрнақтардан жаңа сөз жасайсың. Бүгінгі сабағымыздың мақсатында, яғни хронологиялық даталардың көмегімен өмірбаянды жазып үйрену үшін, ең бірінші біз хронология дегеніміз не? Және өмірбаян дегеніміз не екен анықтамасын мұқият тыңдайық. Хронология бұл уақытты өлшейтін ғылым деген мағынаны білдіреді екен. Яғни хронологиялық кестеде біз даталар, яғни сандар арқылы белгіленеді екен. Өмірбаян дегеніміз адамдардың өмірі туралы әңгіме. Өмірбаян адамның туған жылы, айы, күнінен басталады. Одан кейін тұрған мекен жайы, отбасында қанша адам тұратыны туралы баяндалады екен. Яғни балалар, бүгін біз ары қарай өзіміздің өмірбаянымызды хронологиялық даталардың арқылы жазып көріп үйренейік. Яғни мына кестеге назар аударайық. Бұл кестені дәптерімізге сызамыз және осы берілген мәліметтерге сандар арқылы жауап береміз. Бірінші, туған жылы, айы, күніңді жазасың. Екінші, балабақшаға барған жылыңды жазасың. Үшінші, бірінші сыныпқа барған жылыңды жазасың. Төртінші, мекен жайыңды сан арқылы көрсетіп белгілейсің. Және соңғы отбасындағы адам санын жазасың. Балалар, жазып болсақ, яғни сабағымыздың мақсатына жету үшін мына түсіндірмені тыңдайық. Балалар, сонымен туынды сөз дегеніміз не екен? Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейді. Мысалы, татулық. Түбірі тату, лық, жұрнақ. Достық. Түбірі достық, жұрнақ. Жазушы. Түбірі жазу, жұрнақ, ол шы. Яғни ереже дәптерімізге жазып, міндетті түрде жаттап аламыз. Сонымен қатар сөз құрамына талдаған кезде кейбір сөздердің мағынасына назар аударымыз керек екен. Мысалға, ойыншық сөзінде түбірі ойын, шық ол жұрнақ. Бұл жерде көбінесе біз ой деп шатасуымыз мүмкін. Ойыншық деген сөз, ол мағынасы ойын деген сөзден шығып тұр екен. Балалық деген сөзге назар аударайық. Бұл жерде түбірі бала. Ал біз бал деп шатасуымыз мүмкін. Балалық деген сөздің өзі бала деген сөзден шығып тұр. Мысалға, балық. Бұл жерде бал деп түбірін белгілеуіміз мүмкін, яғни бал ол мүлдем басқа мағынаны білдіріп тұр. Балық деген ол түбір сөз екен. Балалар, сөз құрамына талдаған кезде сөздің мағынасына аса назар аударуымыз керек екен. Осы жағына көңіл бөлуді ұмытпаңдар. Сонымен балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күн атауын жазайық. 16 қараша.
оқу тапсырмалары. Бүгінгі сабақта каллиграфиялық сәтке П әрпін, бас әрпін және кіші әрпін жазамыз. Жазып болсақ, бірінші сөздік диктантын жазамыз. Сөздік диктантты жазудың дескрипторы, яғни сауатты жазады, көркем жазады. Балалар, мұқият тыңдаймыз, асықпай сауатты жазамыз. Әнші, аспаз, ойын, ілгіш, гүл, іскер, еңбекқор, аспан. Балалар, барлық сөздерді жазып болсақ, мұқият өзімізді тексеріп шығамыз. Және тексеріп болғаннан кейін, балалар, осы сөздермен келесі тапсырманы орындаймыз. Яғни, осы сөздерді сөз құрамына талдайсың. Сөз құрамын талдау кезінде мына дескрипторды мұқият ескереміз. Түбір сөзді анықтайды, жұрнақты анықтайды. Қарындашпен сөз құрамына талдап, балалар жеке